Армысыздар, Қарашығанақ телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легіне зер салыңыздар, ал мен қысқаша шолу жасайық. Темір жолдан өту қауіпті екені қанша ескертіліп жүрсе де, адамдар рельстің үстімен жүруді доғарар емес. Пәндік олимпиада басталды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері темір жолға жақын орналасқан білім ошақтарында алдын алу шараларын жүргізуде. Жол полициясы қызметкерлері мектеп оқушыларымен кездесіп, темір жолдарда жүрудің салдары туралы ескертуде. Бұл жылы полиция қызметкерлері номер 1 мектептің оқушыларына барып қайтты. Темір жол қауіпті аймақ екенін баршасы біледі. Бұған қарамастан темір жолда ескертетін белгілерді адамдардың ескере бермейтіні өмірдің өзі көрсетіп отыр. Темір жолдан өтетін арнайы көпірдің бар екеніне қарамастан тұрғындар арасында жолды қысқартып, рельстің үстімен өтетіндер жоқ емес. Ересектер ғана емес, оқушыларда қауіпсіздікті сақтамай отырғанын темір жол полиция қызметкерлері жасырмайды. Основная цель данного мероприятия Шараның негізгі мақсаты бірінші кезекте балалар өмірінің қауіпсіздігі болып отыр. Оларды сақтық шараларын сақтауға үндеу. Көрсетілген аймақтарда қандай қауіп болуы мүмкін? Осыған орай көптеген жерлерде алдын алу шарасын ұйымдастырамыз. Оның бірі бүгінгі менің полициям атты шара. Нөмір 1 мектепте өткен кездесуге 8 және 11 сынып оқушылары шақырылды. Көрнекі құралдар мен бейне жазбалар және суреттер көрсетіліп, балаларға шағын кітапшалар таратты. Темір жол бойынан өткен ересектер мен адамдарға шара қолданатыны туралы түсіндірілді. Если нарушили дети несовершеннолетние, Егерде ережені кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірім бұзған болса, ата-анасы шақыртылып айыппұл салынады. Алғаш рет ұсталған болса, ескерту беріледі. Ал ересектер рельстің үстімен өтетін болса, алдымен ескертпе жасалады. Ол ескертпе 1 жыл бойы тәртіп базасында сақталады. Екінші, үшінші рет полиция қызметкерлерінің көзіне түссе, 3 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл төлейді. Қызметкерлердің сөзінше темір жолдан өту қаупі бар екенін қанша ескертіліп жүрсе де, адамдар рельстің үстімен жүруді доғарар емес. Бұдан басқа қоғамдық орындарда темекі шегіп мас күйінде ұсталғандар дереу айыппұл төлейді. Полиция қызметкерлерінің мәліметтері бойынша, статистика бойынша 2018 жылдың ағымдағы кезеңінде рұқсат етілмеген жерлерге өткен адамдар үшін 180-нен астам құжаттама толтырылған. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Негізгі пәндер арасында республикалық олимпиаданың номері 6 жалпы білім беретін орта мектебінде аудандық кезең өтті. Әр мектепте өткен іріктеу кезеңіне 635 оқушы бақ сынаса, аудандық кезеңіне 372 оқушы жолдама алып отыр. Дәстүрге айналған пәндік олимпиада Бөрлі ауданында да жалауын көтерді. Республикада бастауын алған білімдер бәсекесінің аудандық кезең өтіп, оған қалалық және ауылдық мектептерден іріктелген оқушылар бақ сынады. Жоғарыда аталып көрсетілгендей, білімдер бәсекесіне мектепте болған іріктеу кезеңіне 635 оқушы қатысса, оның 372 оқушысы аудандық кезеңіне жолдама алып отыр. Жалпы олимпиадаға ауылдық мектептерден 155 үміткер қатысып отырғанын айта кетейік. Облыстық білім басқармасының бұйрығы негізінде бүгін және ертең Ақсай қаласының 6 мектебінде республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі өтіп жатыр. Олимпиада негізгі пәндер бойынша өтеді. 13 негізгі пән бойынша 372 қатысушы. Олимпиада 2 тур бойынша өтеді. Бүгін және ертең бірінші турдан өткен жоғарғы нәтиже көрсеткен оқушыларымыз екінші кезеңге шақырылады ертеңгі күнге. Және те екінші кезеңнен жеңімпаз атанған оқушылар осы марапатталатын болады. Бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен және те білім беру бөлімінің атынан алғыс хаттармен марапатталады. Және бірінші орын алған оқушыларымыз қаңтар айындағы облыстық кезеңге қатысады. Аудан мектептерінің 8-11 сынып оқушылары қатысып жатырған пәндік олимпиада 13 пәннен өткізіліп жатыр. Оқушылардың білімін бағалауда аудандық білім беру бөлімінің әдіскерлері мен ауданымыздың тәжірибелі ұстаздары қатысып, қазылық етуде. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, аман, сау болыңыздар.